жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету ішкі істер органдарының негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. Алматыда жеке мобильдік құралдары, мопедтер, самокаттар, скутерлер және де тағы басқа әлі де танымал болуда. Бірақ өкінішке қарай көліктің бұл түрін жүргізген кезде олардың жүргізушілерінің көпшілігі қарапайым жол қозғалыс ережелерін сақтамайды, немесе оларды елемейді. Осылайша олар жолдарда апатты жағдайларды тудырады. Бұл көбінесе қайғылы салдарға немесе адамдардың жарақат алуына әкеледі. Өткен күнгі осындай апаттардың бірі мопед тізгіндеген 19 жастағы жасөспірім өлімге әкеліп соқты. Биылғы жылдың басынан бері Алматыда мопедтердің қатысуымен 523 жол көлік оқиғасы орын алып, нәтижеде 535 адам жарақат алып, 11 адам қаза тапты. Жол қозғалысы ережелерін бұзғаны үшін 19 мыңнан астам мопед пайдаланушысы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Мамандандырылған айыппұл тұрағына 1,5 мыңнан астам мопед қойылған. Құрметті жол пайдаланушылар, көлік құралы қауіптіліктің жоғары көзі болып табылады. Көлік жүргізу кезінде жол қозғалысы ережелерінің барлық талаптарын орындап, абай болу керек. Бұл жол көлік оқиғасынан, адам жарақатынан және әртүрлі қайғылы салдардан аулақ болуға мүмкіндік береді.